арасында қазақтың қолынан көп нәрсе келеді. Қазақ мүмкін болашақта технологияда адамзат игілігіне пайдаланатын дүниеде ойлап табатын шығар. Оған күмәнім жоқ. Өйткені біз шығармашылық, талантты тепсініп тұрған халықпыз ғой ар жағында. Мүмкін қазақ ертең математика саласында да, ғылым саласында да үлкен жаңалықтар ашатын шығар. Бірақ бүгін емес, ертең ашатын шығар. Бірақ ол ашқанға дейін біз тұғырымызбен бармайтын болсақ, о нәтижемізде қайырсыз ғой. Сонда біздің тұғырымыз не десек, біз қазір әлемге Toyota'ны, Samsung'ты, Apple'ды мүмкін бренд ретінде ұсына алмай жатқан шығармыз. Бірақ әлем қазақтың бойында бір қасиет бар, соны таппай отыр. Ол не нәрсе? Туыстық байланыс, ағайынгершілік, адамгершілік. Ағайынгершілік бір-біріне деген байланысты таппай отыр. Мысалға, кеше бір жапон Алматы қаласына келіпті. Осы жақын арада. Сөйтіп, Алматының көп жерін аралап, басқа жағдайларын көріп, барлығын аралап көргеннен кейін ол жапоннан сұрапты. Ресторанымыз ұнады ма десе, болады екен енді депті. Тауымыз қалай екен десе, жаман емес депті. Енді сіз бір аузыңыз толтырып ештеңкені айтпадыңыз ғой. Бізден бір жақсы қасиет байқамадыңыз ба деп жаңағы батырып сұраса, жапон айтыпты, сендер бір-бірлеріңе сенеді екенсіңдер депті да. Бір-бірлеріңе сеніп, немесе жаңағы біздің мына бара көреміз деген бір қасиетіміз бар ғой енді. Қазір бара көреміз енді. Барғасын бір мәнісі болар енді. Жол жөнекей сөйлесіп аламыз деген нәрселер бар ғой енді. Сол нәрселерге таң қалып айтыпты да, сендер бір-бірлеріңе сенеді екенсіңдер, және бір-бірлеріңе ренжімейді екенсіңдер. Оны қайдан байқадыңыз десе, қонаққа бірде шақырсаңдар, екіде келеді екенсіңдер, ренжімейді екенсіңдер депті. Қонақта 4-те қайту керек болса, 6-ға дейін отыра береді екенсіңдер, ренжімейді екенсіңдер депті да. Сонда жарайды, біздің қонаққа кешіккеніміз дұрыс емес шығар. Қонақта біреудің уақытын ұрлағанымыз да дұрыс емес шығар. Бірақ осы бір-бірімізге ренжімеу, бір-бірімізді қадірлеу, мынау аға ғой, сөзін тыңдайын, мынау іні ғой, ренжітіп алмайын деген қасиеттерімізден өкінішке орай айырылып бара жатқан секілдіміз. Толғандырып жүрген сұрақтарыңыздың жауабын іздесеңіз, Тәлім Трендті көріңіз. Ол үшін YouTube каналымызға тіркеліңіз, немесе App Store, Play Market'тен ұялы қосымшаны көшіріп алыңыз.